Нәрестенің іші желденіп ауырғанда не істеу қажет? Сәлем достар, бұл ақпараттарды тыңдамас бұрын каналыма жазыла кетіңіздер. Өзіңіз дұрыс тамақтануыңыз керек. 2-3 ай диета ұстау қажет, яғни көкөністер, жеміс-жидектерді, газ түзуші клетчаткаға бай тағамдарды, газды сусындарды шектеу қажет. Нәрестелердің көбі алғашқы айларда іші желденіп, ауырып қиналады. Біріншіден, сәбилердің алғашқы айларда әлі ішектері дұрыс дамымағандықтан желді шығара алмай іште шаншу тудырады. Екіншіден, баланы дұрыс емізбегеннен, яғни баланың аузын емшек күші толық жаппай, бала ішіне ауа кетеді. Үшіншіден, ананың дұрыс тамақтанбауынан көкөністер, жеміс-жидектер, газ түзу қасиеті жоғары дәнді дақылдарды қолдануы. Төртіншіден, баланың ағзасына сай келмейтін смес бергеннен. Баланың іші желденуінің алдын алу үшін не істейміз? Бала туылғаннан бастап дұрыс емізуді қолға аламыз. Ауа кетіп қалуын болдырмау керек. Бала жасанды тамақтандырылатын болса, бутылканың соскасының ыңғайлысын таңдап алу қажет. Ауа кетіп қалмау үшін баланы емізіп болған соң тік қалыпта ұстап, кекіртіп алу керек. Өзіңіз дұрыс тамақтануыңыз керек. 2-3 ай диета ұстау қажет. Яғни көкөністер, жеміс-жидектерді, газ түзуші клетчаткаға бай тағамдарды, газды сусындарды шектеу, кофе және шай ішпеу, темекі тартпау. Бұл заттар баланың ішінде жоғары газ түзуімен қоса баланың дамуына кері әсер. Сіз алдын алу жұмыстарын жасамадыңыз делік. Баланың іші ауырды. Енді мынандай амалдар қолдану керек. Баланың ішін сағат тілі бағытымен айналдыра уқалау, ішіне жаялықты үтіктеп, ыстық етіп байлау, баланы ішімен жатқызу, 2 аяғына велосипед жаттығуын жасау, 2 аяғын кезекпен тізе буынында бүгіп, велосипед айдап бара жатқандай қимылдату, 2 аяғын бір бағытта ішіне қарай апарып, іштегі желін шығаруға көмектесу, укроп қайнатылған су, үйде өзіңіз қайнатып дайындағаныңыз да дұрыс. Медикаментозды ем, эспумизан, баботик 1 айдан бастап қолдануға болады. Ескерту, көбісі жел шығара алмады деп балаға арнайы жел шығарғыш трубаларды қолданып жатады. Оны қолдануға болады, бірақ көп емес. Яғни оған көп әуестенудің қажеті жоқ. Себебі ішектер өзі реттеп үйренуі, дамуы керек.